Бірінші анаша шегіп ұсталды. Бірінші араққа шылтия тойып алып, көлік жүргізіп ұсталды. Енді бір әртіс бәйбішесін лақтырып, тоқал алып алып, онысын бәйбішесі әшкерелеп, ол да ел алдында масқара болды. Енді осы үшеуін мен кейде жақсы көремін. Анаша шегіп ұсталғанында, арақ ішіп көлік жүргізіп ұсталғанда, бәйбішесін лақтырып, тоқал алып ұсталғанында, мен кейде басқалармен салыстыра тұрып жақсы көремін. Ал енді осының себебін түсіндіріп көріңіз. Анаша шегіп ұсталған, егер біреуге жәбір тигізбесе, біреуді қағып кетпесе, өлтіріп кетпесе, соғып кетпесе, онда ол бар болғаны өзінің Құдай берген тәніне опасыздық жасады. Яғни ол Құдай берген денсаулығына сатқындық жасады. Зардабын, зиянын өзі ғана көрді. Арақ ішіп көлік жүргізгенде, егер біреуді соғып қағып өлтіріп не мүгедек қылып кетпесе, ол да сол Құдай берген тәніне опасыздық жасады. Яғни өз денсаулығына өзі қастық жасады. Бірақ басқаға зәбір тимесе болған. Тіпті әлгі бәйбішесі жылап еңіреп, сұңқылдап бүкіл Қазақстанның мемлекеттік медиаларына дейін бәйбішемен тоқал ортасындағы тақырыпты талқылап, мемлекеттік, ұлттық, национальный тема қылып жібергендердің тақырыбы да, егер оның бәйбішесі қызғанып барып тоқалды пышақтап кетпесе, немесе тоқалы қызғанып бәйбішені қылқындырып өлтірмесе, онда бұл бәйбішесін лақтырған еркекті барып екеуі бірге өлтіріп кетпесе, онда бұл да тек үшеуінің ортасындағы ер әйелдердің мәңгілік тақырыбы да, бірақ одан үшінші біреуге зиян келмесе, бұның да бір келер кетері жоқ тақырып. Енді осы үшеуін бүкіл қазақ боп, бүкіл мемлекет боп, бүкіл ұлт боп, бүкіл нация боп, национальный ұлттық тақырып қылып талқылап, айыптап, кінәлап, жек көріп, есекке теріс мінгізіп, ағаш атқа мінгізіп, артынан бір уыс топырақ шашып, күстаналап жіберген қазақ, мен ойлаймын, осы ақымақ екен деймін кейде. Неге? Олар бәйбішесін сатқан, бәйбішесін опасыздық жасады. Бірақ ұлтына опасыздық жасамаса болған. Бәйбішесі оның бұрынғы жекеменшік бәйбішесі. Ол оны сүйді, бұрын сүйді, бәлем бана тапқыз деп сүймей қалған шығар. Оның жеке шаруасы. Ол кем дегенде отанын, елі, мемлекетін, жерін сатпаса болған. Жаңағы арақ ішкенде, анаша шегіп ұсталғанда, ол өз тәніне, өз денсаулығына опасыздық жасады. Ол отанына, ұлтына, мемлекетіне, еліне, жеріне опасыздық жасамаса болған. Оның сатқаны, оның опасыздық жасаған өз денсаулығы. Анаша шеккені де, арақ ішкені де. Ол Құдай берген, өзіне сап-сауғып берген денсаулығына қиянат жасады. Бірақ ұлтына, мемлекетіне, отанына, еліне, жеріне қиянат жасаған жоқ. Бірақ дәл қазір мына мемлекетімізді сататын, жерімізді орыс пен Қытайға бөліп беретін, отанымызға орны толмайтын, зиян салатын, ұлтымыздың тарихындағы ең сұмдық, отанға, ұлтқа жасалған опасыздықтың белгісі болатын Конституцияны қолдаған әншің де, ақының да, әртісің де, қайраткерің де, ол саған және маған, бәрімізге, бүкіл елге ортақ, елге, отанға, мемлекетке, халыққа, және ата-бабамыз қорғап қалған мына жерге опасыздық жасап жатыр. Сен сынасаң, кінәласаң, осы сұмырайларды сына, кінәла. Нені жақсы көру, нені жақсы көрмеуді қазақ айыра білу керек. Сосын біреулер осы тұлғаларға табынады. Бейне, ертедегі ескі, мысалы, пайғамбарымыздың кезінде, одан бұрын Ибрахим пайғамбардың кезіндегі тас құдайларға табынған мүшіріктер сияқты қолдан құдай жасап, әнші, биші, күйші, ақын, жазушы, әртіс, мәртіс, домбырашы, осы жын шайтандарды құдай жасап табынады бұл қазақ. Бұл шіріктіктің бір түрі болады. Сен кімсің, сен оның ақындығының жанында кімсің, сен кімсің, ол деген бүкіл дүниеге қазақша ән тыңдатты, ол деген тұлға дейді. Енді мен қазақтарға логиканы ойлауды үйретейін. Жаңағы бүкіл дүниеге қазақша ән тыңдатқан, қазақша ән айтқызып жіберген әнші, егер ол педофил болып, сенің немереңді, қызыңды, ұлыңды зорласа, соттайсың ба? Соттайсың. Өлтіргің келе ме? Өлтіргің келеді. Ой, керемет әнші, бүкіл жер шарына ән айтқызып жүр, бүкіл дүниеге қазақты танытты, бол іштен кетпейді, бір-екі немере деп жібере саласың ба? Жібере саласың. Оның әншілігі керемет шығар, талантты керемет шығар. Бүкіл жер шарында қазақты танытып, бүкіл 8 миллиард адамзат қазақ болып тумағанына өкініп бармағын шайнап кеткен шығар, е? Қазаққа табынып кеткен шығар. Бірақ егер ол арсыз болып,
ол ардан безген болып, ол сондай бір лағнеті малғұн болып, егер ол педофил болса, онда ол жазаға лайық. Тіпті өлімге лайық. Ең ауыр жазаларға лайық. Оның әншілігі, оның бүкіл дүниеге қазақты танытқаны, оның педофилдігін қылмысын жуа алмайды, шая алмайды. Сондықтан қазақтар біреуді ақын деп, біреуді жазушы деп, ол керемет деп табынып, оның ұлтқа, халыққа, мемлекетке жасаған қиянатын елеусіздендіргенді қойыңдар. Егер сен осылай істесең, онда сен жаңағы әлемге қазақша ән тыңдатып жіберген әншінің педофилдігін, немерене жасаған педофилдігін кешірейік деген топас сияқты боласың. Әлемге әйгілі ақын біреуді соттатты, жала жауып соттатты. Біреуді 15 жыл түрмеде шертті, түрмеден шыға сала өлді. Әлемге әйгілі ақын. Оның ақындығының қасында сен кімсің, сен не, оның тырнағында тұрмайсың дейді. Ал егер тура сол әлемге әйгілі ақын сені ұлыңды соттатса, қызыңды соттатса, соның командасын, соның шәкірті, сол тәрбиелеген сол арсыздар сенің немереңді соттатса, кешіресің бе? Ұлт бәріміз ортақ. Мына қазақ дейтін халық, қазақтың мемлекеті, қазақтың жері, ата бабамыз Ақнайзаның ұшымен, Ақбілектің күшімен қорғап қалған жер, жан алып, жан беріп, әртүрлі топырағын қанмен суарып қорғап қалған жер бұл жер. Бұл Назарбай, Тоқай, Құлыбаевтың, немесе солардың ит аяғынан жуын түскен әртістердің жеке меншігі емес. Олардың әртістігі, әншілігі, таланты, білімі, ақындығы, жазушылығы, тағы бірдеңкелігі өнер ретінде сыйлауға тұрар. Егер ол ұлтына, мемлекетіне, отанына, халқына, жеріне, қазағына сатқындық жасаса, онда ол ұлт сатқыны. Осыны анық біліңдер, қазақ.